развитие медицинской науки и вообще медицины в целом в стране, как вы видите, позволило нам много чего решить. Средняя продолжительность жизни казахстанцев выросла за 10 лет с 64 до 72,3. Вот это самое важное достижение. Қазақ медицинасының жаңа дәуірі басталды. Елімізде адаммен деңгейлес ойлай алатын жасанды интеллект дәрігерлерге көмекке келіп, робототехникалық жүйемен алғаш ота жасалды. Бұл технологиялық төңкерістің жемісі. Электрондық паспортты біз енгізу үшін біз арнайы заң қабылдауымыз керек. Қазақ медицинасындағы құнды зерттеулерді әлем әлдеқашан мойындады. Осы 10 жылдық ішінде бірде-бір мемлекет медицина саласына осындай қаржы бөліп көрген жоқ. Біз өзіміз жасаған методикаларын шетелдер қарап бізден алып отыр. Дертке дәру дарытқан дәрігерлердің ұлт саулығы жолындағы ұлы мұраты. Клятва Гиппократа – это, знаете, отражение всей философии жизни любого врача. Жиырма бірінші ғасыр, бой емес, ой жарыстыратын заман. Яғни, жаһандану процесі кезінде дені сау, ойы сергек ұлт қана жұтылмайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адам денсаулығының 50% өмір сүру салтына, мінезіне байланысты. Шамамен 8-10% ұлттық денсаулық сақтау жүйесіне тәуелді дейді. Бұл жалаң ұран емес, ғылыми зерттеулердің нәтижесіне негізделген тұжырым. Адамдар өзін өзі сақтамайды. Өрттен кетеді, судан кетеді, комплексно смотреть надо. Те реформы, которые мы сегодня проводим, они правильные и соответствуют стандартам ОСР. В частности, основные рекомендации, они уже у нас заложены в госпрограмме «Дитсаулык». Наша задача продолжительность жизни в среднем достигнуть 80 лет. Елімізде соңғы 10 жылда адам өлімі 27%-ке қысқарды. Ана өлімі 4 есе төмендеді. Сәби өлімі 1,6 есе. Қатерлі ісік аурулары 20%-ке. Туберкулез ауруынан қайтыс болатындардың саны 5 есеге азайған. Әлемдік медицинада өлім жітімге себепші негізгі 5 дерт аталады. Олар жүрек қан тамырлар жүйесінің бұзылуы, қатерлі ісік, қант диабеті, түрлі жарақат және өкпе аурулары. Тұтастай салаға бөлінетін қаржының 90%-ін осы дерттер жұтатын көрінеді. Сондықтан отандық медицина созылмалы ауруларға алыстан диагностика жасап, амбулаторлық емдеу арқылы басқаруды ұсынады. Елімізде профилактикалық шараларға жұмсалатын қаржы денсаулық сақтау жүйесінің жалпы 3%-нен аспайды. Ал дамыған елдерде бұл көрсеткіш 20%-ке тең. Осындай келеңсіздікті жою мақсатында қоғамдық денсаулық сақтау қызметі құрылды. Мақсаты ұлт саулығын қорғау әрі нығайту. Демек, ауырмаудың жолын іздеу. Бұл міндеттер саламатты Қазақстан жобасының заңды жалғасы болып табылатын денсаулық мемлекеттік бағдарламасында нақтыланған. 2006-2019 жылдарға арналған денсаулық мемлекеттік бағдарламасы негізгі 7 бағыттан тұрады. Халық денсаулығын сақтаудың негізі ретінде қоғамдық денсаулық сақтауды дамыту, мысақты жаңғырту және басымдықпен дамытудың негізінде барлық денсаулық сақтау қызметтерін пациент мұқтаждықтар айналасына интеграциялау, медициналық қызметтердің сапасын қамтамасыз ету, ұлттық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету саясатын іске асыру, ниеттестікті ендірудің негізінде денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру және оның қаржылық тұрақтылығын арттыру, денсаулық сақтау саласындағы адами ресурстарды басқарудың тиімділігін арттыру, мемлекеттік жекеменшік әріптестік, инновациялар мен ақпараттық коммуникациялық технологиялардың негізінде денсаулық сақтау инфрақұрылымын одан әрі дамыту. Самое главное достижение. Демографиялық көрсеткіштердің тұрақты өсімі денсаулық бағдарламасының жетістігі. Қоғамдық денсаулық сақтау қызметі жұқпалы емес ауруларға мониторинг жүргізетін болады. Себебі денсаулық сақтау жүйесі экономикамен тығыз байланыста. Әр адам өз өміріне өзі жауапты екенін ұғынғаны абзал. Сондықтан міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру осы мәселелерді реттейтін болады. Развитие отрасли здравоохранения. Әлемде жыл сайын сырқаттардың 70% созылмалы жұқпайтын аурулардан бақилық болады екен. Бұл 40 миллионға жуық адам.
науқастардың 2% ғана жұқпалы кеселдің кесірінен о дүниеге аттанады. Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің жаңа моделін әзірлеуді, қоғамдық денсаулықты басқару ісін күшейтуді, жастардың репродуктивті денсаулығын қорғау және нығайтуға басымдық беруді, ғылыми онкологиялық орталық құруда, тиімділігі аз және мемлекет үшін шығыны көп диспансерлік ем қолданудан негізгі созылмалы ауруларға алыстан диагностика жасап, амбулаторлық емдеу арқылы басқаруға көшіруді тапсырды. Елбасының өзінің тікелей қолдауыменен медициналық кластер біздің болашақ госпиталь деген құраммен ашылды. Біздің орталық қазір дүниежүзінің осы Азия бөлігінің нейрохирургтарын дайындайтын орын болып табылады. Бұл дүниежүзілік нейрохирургтар федерациясының шешімі. Нейрохирургия медицинаның ең бір күрделі саласы. Еліміздің бас нейрохирургы қолы алтын Серік ағамыз жетекшілік ететін ұлттық орталық 10 жылда 35 мың адамға өмір сыйлады. 70-ке жуық жаңа технологиямен бұрын сонды Қазақстан және Орталық Азия аумағында жасалмаған операцияларды тәжірибеге енгізді. Ол елімізде эпилепсияны операциялық жолмен емдеуді бастаған тұңғыш ғалым. Қазақстан ТМД елдерінің арасында 3 инновациялық құрылғының біріккен жүйесі арқылы ем жүргізуді бірінші боп бастады. Бұл компьютерлік томография, навигациялық жүйелер және операциялық микроскоп. Ақылды технология күрделі операциялар кезінде бақылауды күшейтуге көмектеседі. Операцияның ішінде өзіміздің нейронавигациялық, нейроузи диагностикасы бар. Соны қолданып біз жаңағы зақымның қай жерде екенін білеміз. Мінекі шығып тұр деймін, не? Ультразвукта көрініп тұр біздің. Операция 48 жастағы оралдық азаматқа жасалды. Туа біткен дертіне жылдар бойы шипа іздемеген азаматтың кеселі асқынған. Бірақ орталық дәрігерлері ешкімді сөкпеді. Ми қатпарындағы дерттің қоздырғышын санаулы минуттарда анықтап, операцияны 1 сағатқа жетер-жетпес уақытта аяқтады. Эпилепсия ауруын шығарып атқан артериал мальформация дейміз, болмаса кавернома деген, бұл қан тамырының зақауынан болған ауру есептеледі. Туа біткен ісік сияқты миды қозғалысында қозғап, мынандай эпилепсия сияқты припадок жасайды. Соны бүгін алып тастадық. Қазақстан алдыңғы қатарлы еуразиялық медициналық туризм орталығына айналып келеді. Әсіресе елорданың әлеуеті зор. Сөзімізге сырттан ағылған науқастар санының жылдан жылға артуы дәлел. Тек былтырдың өзінде 1680 шетел азаматы қазақ медицинасының көмегіне жүгініпті. Тағы 23 мыңға жуық адам емдеу сауықтыру орталықтарында түрлі қызмет қабылдаған. Шетелдіктердің 90% ТМД елдерінен келгендер. Пациенттер арасында Қытай, Иран, Түркия азаматтары да кездеседі. Как самочувствие за это время, которое вы провели в нашей клинике? Я просто себя лучше чувствую, чем было. Тәжік қызы Лоланың ұлттық нейрохирургия орталығында ем қабылдап жатқанына 10 күн. Ол халықаралық Қызыл Жарты ай қайырымдылық қорының дәрігері. Астаналық нейрохирургтар жайлы туыстарынан естіпті. Алдымен ақпарат жинап, әріптестерінің ақылымен көп ұзамай осында келген. Еш өкінбейді, себебі жылдар бойы маза бермеген дертінен құлан таза айықты. Медперсонал здесь. Мұндағы медицина қызметкерлерінің біліктілігі өте жоғары. Жаным қиналғанда қайда барып емделем деген сұрақ туындады. Айналамдағылар бір ауыздан Астана қаласындағы ұлттық нейрохирургия орталығы дұрыс деп шешті. Мұнда толық диагностика жасалды. Жасалған ем-домды да көрдім. Жалпы дәрігерде 3 қару бар дейміз. Соның ең негізгісі сөз. Дәрігердің пациентке дұрыс қарым-қатынасының өзі сырқатты дертінен жазады. Астана қаласы, Алматы қаласы, Ақтау және Ақтөбе қалаларда, және Шымкент қалаларда сондай медициналық туризм дамыту бағдарламамыз бар. Мемлекет тарапынан көп инвестиция жіберген, керемет ғимараттар, бірақ сонымен қатар жаңа технологиялар, шетелде оқыған дәрігерлеріміз бар. Әрине тек қана өзіміздің азаматтарымызға емес, шетелден осы орталық Азиядан мемлекеттерден ауырларды шақырып емдеуге мүмкіндік бар. Елордада біріккен халықаралық комиссияның тіркеуінен өткен
халықаралық стандартқа сай қызмет көрсететін 7 медициналық ұйым бар. Бүйрек, бауыр, өкпе, жүрек сияқты адамның барлық ағзасына трансплантация елімізде жасалады. 2016 жылы осындай 306 ота сәтті аяқталған. Тілге тиек етер жайт, Қазақстан жүрекке ашық ота жасайтын, бірегей жоғары технологияларды қолданатын әлемдегі 22 елдің қатарында. Еліміз жасанды жүрек орнату жағынан әлем бойынша Германия мен ақш-тан кейінгі 3-ші орында. Жалпы кез келген мемлекеттегі медицинаның даму деңгейі трансплантация жасаумен бағаланады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегіне сүйенсек, жер бетінде жүрек қан тамырлары ауруларынан жылына 15 миллиондай адам көз жұмады екен. Еміздеген шетелдіктер жүректеріне ота жасатуға Астанаға көп келетін болған. Себебі жасалатын операция сапалы әрі бағасы төмен. Бір ғана мысалы, қолқа коронарлы шунттау операциясының құны $10,000. Еуропада 50,000 евро, ал ақш-та $100,000 дейін барады. Жалпы соңғы 5 жылда 15 елден келген 212 адамға операция жасалыпты. Президент дәрігерлер ағылшын тілін білуі тиіс деген ұстанымда. Себебі білім мен ғылым, тың технологияға қатысты жаңалықты дер кезінде меңгеріп, өз жетістігімізді әлемге паш ету заман талабы. Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін құру мақсатында ғылыми орталықтардың өңірлерде нүктелер ашылды. Демек, шалғайдағы ағайынға медициналық көмек қолжетімді бола түсті. Жапонияда адамдар жылына бір рет толық диагностикадан өтеді. Бұндай талап заңмен шегеленген. Демек, профилактикалық медицина жоғары деңгейде. Мамандар дәл медицина деген ұғым қолданысқа енді дейді. Яғни математиканың, теорияның, физиканың меншігіндегі дүние медицинаға көшті. Ақылды технологиялар ауру сырқау жайлы алдын ала дөп диагноз қоятын жағдайда. Цифрлық Қазақстан жобасы бойынша 4 бағытты анықтағанбыз. Оның бірінші қазір платформа интероперабилити дейміз. Оның ең негізгі мақсаты бүкіл ақпараттық жүйелерді бірге отырып, ақпараттарды орталықтандыру. Екінші қадам осы медициналық мекемелерде медициналық ақпараттық жүйелерді дамыту болып табылады. Үшінші бағыт ол бізде жасанды интеллект. Төртінші соңғы бағыт бізде ол медициналық ақпараттық жүйелер. Здравствуйте. После операции какие сегодня у нас дни? Елімізде отандық медициналық ғылымның тиімді моделі құрылды. Жоғары технологиялар мен әлемдік жетістіктерді жеделдетіп, ендіріп, дәрігерлердің біліктілігін көтеруге жағдай жасап отырған орталықтардың бірі травматология және ортопедия ғылыми зерттеу институты. Бұнда күн сайын 100-ден аса операция жасалады. Институт жыл сайын ғылыми жаңалық ашып, әлемді өздеріне телміртіп қойды. Осы біздің конструкция өзгерген. Мына жерде міне несі бар, ашық жері бар. Сонда біз сүйекті, майысқан сүйекті кесіп ашылған жерінде осындай конструкция салынады. Пластина, коррегирующий пластина дейді. Қайра жаңа сүйек өсіп, мықты орнына тұруға тиісті. Сол үшін біз осыны патентке алып, осыны жасап жатырмыз. Бұл дүние әзірге құпия. Отандық мамандардың кезекті тың туындысы. Жақында патенттеледі. Яғни Қазақстандық өнім деген мөр қойылады. Жалпы эндопротездеу орталығында жылына 1,5 мыңға жуық операция жасалады. Мамандар болашақта остеоартрозы бар науқастар саны 2 есеге артады деген болжам айтады. Буын аурулары жасарған. Институтта ең жақсы әлемдік өндірушілердің ұршық буын эндопротездерінің 30-дан аса үлгісі мақұлданған. 10 мыңнан аса ірі буындардың эндопротезі орнатылыпты. Нұрлан ағамыздың жетекшілігімен ғалымдар тобы цементсіз бекітудің ұршық буын эндопротезінің жаңа үлгісін ойлап тапты. Инновациялық технологияны елбасы жоғары бағалады. Астана елдің локомотиві болса, біздің ғылыми зерттеу орталықтар, Астана ғылыми зерттеу медицина ғылымдары локомотиві болып саналады. Себебі біз жаңа технологиялардың бәрін Қазақстан келген технологиялар біз арқылы келеді. Өскемендегі үлбі металлургиялық зауыты болашақта титаннан имплант өндірмек. Бұл травматология және ортопедия ғылыми зерттеу институтының қызығушылығынан туындаған идея. Ғалымдардың айтуынша жыл сайын елімізге $27 миллион имплант әкелінеді. Оның 80% титаннан жасалған. Осы сұранысты Өскеменнің титанымен толық қамтамасыз етуге мүмкіндік бар. Елімізде тек буын бөлшектерін алмастыру үшін ғана жыл сайын 4 миллиард теңгенің импланты сырттан алынатын көрінеді. Титан, тантал және ниоби металдарын пайдалана отырып, адамның сүйегімен биологиялық сәйкестігі жоғары, аса серіппелі материал құюға болады. Отандық дүниенің бағасы да қолжетімді.
брендтер бар ғой, неше түрлі сол американский, немецкий дегенде, швейцарский. Олардың сол нелері уақыты 20-25 жыл. Ол қажалып желінгесін қайра методикасы бар, ревизион енді протез, басқа протез. Одан ұзындау, неше түрлі темір заттары, сол ножка дейді, бедренный компонент, тазовый компонент деген өзгертіп, соны қайра салып береміз, тағы да бір 10 жылға жетеді деп ойлаймыз. Сонда 20 жыл қосқанда 30 жылға өз адам өміріне жетеді деп ойлаймыз. Операциядан кейін кеткенде балдағы болады, бірақ 6 жұмадан кейін келгенде таяқтарын тастап, көрсетіп қалай жүріп отырмын, билейім деп жүрмін деп дейді. Жақында билейтіндердің бірі Болатқан ағамыз. Жезқазған қаласының тумасы 2 ай бұрын жазатайым омыртқасын сындырады. Жергілікті дәрігерлер түрлі желеумен ота жасамаудан бас тартқан. Салдарынан апталдай азаматтың қозғалысы қиындап, төсек тартып жатып қалады. Больницаға көріндім, айтты, жазылып кетеді, осылай пассивный бітеді, оған біз операция жасамаймыз деді. Сосын болмаған соң қарағандағы келіп емделіп, осындай естіп кеп, осындай емделіп жатырмын. Осында дәрігерлерге рахмет, осындай нелер көбейе берсін деймін. Болатқан ағаның операциясы сәтті өтті. Жақында ауылына қайтады. Бала шағасымен қауышады, жұмысына оралуды жоспарлайды. Өзін арбадан тұрғызған дәрігерлерге алғысы шексіз. Келер жылдан бастап дәрігерлер қағазбастылықтан, ал пациенттер әкімшілік кедергілерден құтылады. Қазақстандықтар денсаулығына қатысты деректер электронды денсаулық паспортында сақталатын болады. Бұл республикадағы барлық 900 мекемеге ортақталады. Қазір Қарағанды, Қостанай, Ақмола және Батыс Қазақстан облыстары электрондық амбулаториялық карталарға көшіп жатыр. Қазіргі жағдайда бізде 14 терабайт мәлімет жинақталған. Егер біз 14 терабайтты қазір 18 миллион адамдарға біздің азаматтарымыз бөлетін болсақ, әр азаматқа 0,7 мегабайт мәлімет. 0,7 мегабайт дегеніміз 611 қағаз бетіндегі A4 форматындағы қағаз парақ мәлімет. Денсаулық сақтау министрлігі ұлттық банкпен ақпарат жинақталатын соңғы үлгідегі 2 серверді орнатты. Біреу Астанада, ал екіншісіне қатысты ақпарат құпия. Жеке бастың қауіпсіздігі де мықтап қорғалады. Қазірдің өзінде IT саладан хабары бар Бұқара мобильді қосымшалар арқылы талай шаруаны шешіп отыр. Қауымдастық медбике мобильді қосымшасында әр азамат бойынша, соның ішінде жүкті әйел болмаса 5 жасқа дейінгі балдардың денсаулығын қадағалап және оның дамуына үлес қосу үшін бірнеше қызметтер осы мобильді қосымшада орнатылған. Астанада бір күнде орта есеппен 60-тан астам нәресте дүниеге келеді. Демографиялық дүмпу, әлеуметтік экономикалық ахуалдың көрсеткіші. Жалпы ел территориясында әр 5 жыл сайын халық саны орта есеппен 1 миллионға көбейіп отыр. Ұлы даланың ұлттық идеологиясы алдағы 30 жылда халық санын 30 миллионға жеткізу. Демократия әрі демография заңы бойынша 30 миллионға жеткен ел жер бетінен жойылмайды. Астанада соңғы 10 жылда қала тұрғындарының саны 400 мыңға өскен. Бұл Павлодар қаласының халқының санымен пара-пар көрсеткіш. Қазір елордада 1 миллион 200 мыңнан аса адам тұрақты тіркеуде. Бізде 500 граммнан бастап туылған нәрестелерді күтіп, оны жаңағыдай қатарға қосып, анасына қолына беретін сондай жағдайға жетті. Жылына 150 осындай ота жасалады. Жаңағыдай бүкір балдардың омыртқаларын бәрін түзеп, дұрыстап солай береміз. Екіншіден, бұл жерде онкология бар. Біздің орталықта 4 онкология бөлімшесі бар. Осыдан 10 жыл бұрын елімізде Орталық Азия аймағында алғаш рет балалардың іш астар диализі технологиясы сәтті енгізілді. Нәтижесінде өткір бүйрек жетіспеушілігіне шалдыққан бүлдіршіндердің бәрі бүгінде дін аман. Әзірге донор табу отандық трансплантология саласының дамуына тұсау болып тұр. Елімізде өмірден өткен адамның органын туыстарынан рұқсат сұрамай-ақ пайдалануға болатын заң бар, бірақ дәрігерлер марқұмның жақындарының қаһарынан қорқады. Республикада бүйрек ауыстыруды қажет ететін 3000 адам болса, оның 55-і балалар. Аружан, неше жыл диализден жүргенге? 4 жыл? Өте жақсы. Жалпы орталық ашылғалы 140 мыңнан аса науқас ем алып, 80 мыңдай күрделі операция жасалған. Жыл сайын бұнда 15 мың адам емделеді. 9 ірі ғылыми жоба іске асырылуда. Біз тілдескен кейіпкерлердің барлығы отандық медицинада ғана емес, әлемдік деңгейде жаңалық ашқан кіл-мықтылар. Рухани жаңғыру аясында туған жерлерінде бірнеше күрделі операция жасады. Астаналық Марал Архабаева да туған жерге туын тікті.
Елордадағы беделді клиниканың дәрігері елорда іргесіндегі Қорғалжын аудандық ауруханасының бойына қан жүгіртті. Босандыру бөлмесін ашты. Операция жасайтын мамандарды алдырды. Ауылды жерде мейірбикелерді тұрақтандыру мақсатында баспана мәселесін де шешкен. Человек, который выбрал эту профессию, он изначально... Дәрігер мамандығын таңдаған адам елге қызмет еткеннен өзін бақытты санайды. Уақытпен санаспайды. Медицинада таразының бір жақ басында отбасың, екінші жақ басында пациент тұрса, соңғысын таңдайсың. Бұл мамандыққа деген адалдық. Елімізде медициналық шығындардың дені қазына есебінен өтіледі. Портал арқылы кезекке тұрған адамға операция тегін жасалады. Эко жасату, жүрек алмастыру сынды операцияларға кезек күткен адам саны 1000-нан асады. Осындай проблемаларды шешу үшін медицина саласын қосымша қаржыландыру қажет. Халықтың, мемлекеттің және жұмыс берушінің ортақ жауапкершілігіне негізделген міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне кезең-кезеңімен көшетін болдық. Бұған қоса дәрілік қамтамасыз етудің ұлттық саясаты жүзеге асырылуда. Государственная политика и в дальнейшем должна быть. Мемлекеттік саясат отандық фармацевтикалық өндірушілерді қолдауға бағытталған. Себебі ұлт саулығы бизнес емес, бірінші кезекте ұлттық қауіпсіздік. Елімізде нақты өндіріспен айналысатын бірнеше мекеме бар. Өнімдердің сапасы жоғары, бағасы қолжетімді. Бірнеше сатыла тексерістен өткен. Қауымдастық фарм-индустрияның сойылын соғады. Нарықты импорттан қорғауға білек сыбана кіріскен. Ішкі нарықтағы сұранысты толық өтеп отыр. Сонымен қатар қазақстандық препараттарға Ресей, Түркия тарапынан сұраныс жоғары дейді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегіне сүйенсек, Азия аймағында ең үздік медицина Сингапурда. Жыл сайын бұнда миллионнан аса турист ем іздеп келетін көрінеді. Экономикасы мықты елдің денсаулық сақтау жүйесі бірнеше сала бойынша жетілген. Бірінші кезекте білікті маман, сапалы қызмет, озық техника. Ең қызығы дағдарыс кезінде Сингапур билігі биомедицина және биотехнологияға басымдық беру арқылы экономикасында, медицинасында дамытты. Шипа іздейтіндердің көбі, сондай-ақ Германия, Израиль, Кореяға көп барады. Жалпы медициналық туризмнің әлемдік нарығы 2022 жылға қарай 145 миллиард долларға жетеді деген дерек айтылады. Астанада классикалық және комплементарлық медицинаға арналған халықаралық конференция жұмысын бастады. Жиынға 18 елдің дәрігерлері қатысуда. Бірнеше күн бойы медицина ғалымдары пікір алмасып, шеберлік сыныптарын өткізеді. Айта кету керек, бұл тақырыпқа арналған конференция ТМД аумағында алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Бүкіл дамыған мемлекеттерде классикалық комплементарлық медицинаны бастағанда шығыс медицинасынан бастайды. Қазақстан медицинасы 2019 жылдан бастап қағазсыз форматқа көшеді. Саланы цифрландыру ақалаттылардың еңбек өнімділігін арттырады, шығынды азайтады және халықтың сапалы қызмет алуына мүмкіндік тудырады. Ал жыл соңына дейін әрбір азаматтың электронды денсаулық төлқұжаты жасалады. Онда диагноз түрлері, қан тобы, аллергиялық әсер, жасалған операциялар сынды адам денсаулығына қатысты мәліметтер топтастырылады. Сонымен қатар медициналық сақтандыру қоры қоғамдық денсаулық сақтау және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету бағыттары да автоматтандырылады. Шетелге кетіп жатқан азаматтарды біз тоқтатып өзіміздің елімізде емдеуімізге мүмкіндік бар. Соған сенеміз. Ең бірінші мәселе ол мысалы жаңа онкология салаларда. Расында да бұл жаман ауру дейді ғой қазақтар. Көп жағдайда өзіміздің дәрігерлер сенбей шетелге барып ем іздейді. Бірақ қазіргі технология сондай мүмкіндіктер ашады. Мысалы телемедицина дейміз. Біздің өзің емханана немесе ауруханаға барып, сол интернет арқылы, телемедицина арқылы шетелдің дәрігерлермен консультация алып, дұрыс ем алуға мүмкіндіктер бар. Денсаулық сақтау жүйесіне генетикалық талдау мен жасанды интеллект технологияларын енгізуде қарқынды жүргізілуде. Осы жылдың 26 наурызында Өскемен қаласында роботталған аппараттың көмегімен науқастың өт жолына операция жасалды. Бұл еліміздегі ғана емес, орталық Азиядағы алғашқы операция. Осындай іргелі істер қымбатқа түсетін стационарлық емді азайтып, аурудың алдын алуға септігін тигізбек. Жүйелі түрде жүзеге асып жатқан мемлекеттік бағдарламалардың нәтижесінде соңғы 10 жылда адам өлімі 27%-ке азайып, өмір сүру ұзақтығы 6 жылға ұлғайған. Дені сау ұрпақ, ұлт болашағы.